Домбыра қазақ халқының ең кең тараған екі шекті, көп пернелі музыкалық аспабы. Ол қазақ халқының өмірінде маңызды орын алатын, өзіндік музыкалық сипаты бар аспап. Екі шекті домбыра аспабы 19 ғасырда қазақ халқының тұрмысында анағұрлым кең тараған. Ерте заманда көне аспаптар ән, жыр, ертегі аңыздарды сүйемелдеу үшін қолданылған болса, енді домбыра жеке шығарма орындауға арналып, күрделі аспаптардың қатарына қосылды. Қазақ даласындағы әр өңірдің кездесетін домбыралар жергілікті жер жағдайына, тұрмыс салты мен дәстүріне, ән, жыр, күй мектебі мен әр өнерпаздың орындаушылық мәнеріне, аспапшы шебердің ісмерлігіне байланысты әр түрлі пішінде дамытылып, өзгертіліп отырған. Ән жыр айтуға арналған домбыраның пернелері 8-9, әрі кеткенде 14-15-ке жетсе, күй домбырасына 20-дан астам перне тағылды. Олардың құлақ бұрауы да қажетіне қарай өзгертілді. Домбыра негізінен екі шекті, кейде 3 шекті болып келеді. Домбыра тартуда қағыстардың түрлері өте көп. Мысалы, сермеп ойнау, іліп қағу, шертіп ойнау тағы басқа. Қазіргі кезде домбыраның 20-дан астам түрлері бар. Олардың ішінде ән мен күй домбырасы, торсық, тұмар, кең шанақты, балдырған, балашық, шіңкілдек, аша, 3 шекті, қуыс мойын, шертер. Оркестр домбыралары қоңыр дауысты, жіңішке дауысты, ащы дауысты, бас домбыралар. Домбыра шанағына қонған әрбір үнді жүрекке жете құйған қос шекті, қасиетті аспап. Әр қазақтың төрінен орын алған домбыра құнды жәдігер. Қазақ халқының жанына айналған ажырамас бөлшек. Қос шектен төгілген күй, арнасына толған өзен іспеттес тасыса, бірде самал жылдей есіп, тыңдарманның құлағына майдай жағады. Аспаптың өзіне тән, бөлек музыкалық мүмкіндіктері ұшан теңіз. Оны кез келген ағаштан жасай алмайсың.